Ал кеше ғана Атырауда мұнайшылар бас қосып, елімізде осы саладағы мекемелерде 20 мың адам жұмысқа тартылатынын айтқан еді. Осы тұста бүгін Павлодар облысында мұнай коксын шығару зауытында өнімнің алғашқы партиясы өндірілді. Жаңа өнім ішкі нарыққа арналған. Алдағы уақытта отандық күйдірілген кокс алғаш рет Қытай және Ресей нарығына да жөнелтілмек. Әріптесім Ақмарал Есімханова бейнесюжеті. Халықаралық стандарттарға сай өнім шығаратын зауыт Павлодар арнайы экономикалық аймағында бой көтерген. Жаңа өндіріс ошағының ерекшелігі сол, кәсіпорын қалдықсыз технология бойынша жұмыс істейді. Яғни өндірістік үрдістер барысында электр энергиясын және гипс материалдарын өндіруге мүмкіндік туады. Бұл бірінші кезекте қосымша табыс көзі. Кокс күйдірілген кезде 1250-1350 градусқа дейін Цельсий күйдіріліп шынықтандырылады. Сол кезде бөлінген үлкен қызу біз ары қарай толық пайдаланамыз. Ары қарай бізде 4 турбина орналастырылған, әрқайсысы 3 мегаватт сағатына өндіретін болады. 12 мегаватт сағат электр энергиясын өндіретін боламыз. Оның 4 мегаваттын өзіміз пайдаланып, 8 мегаваттын басқа мекемелерге сатуға мүмкіндігіміз бар. Күйдірілген мұнай коксы алюминий шығарудағы бастапқы элементтердің бірі. Анод өндірісіндегі негізгі шикізат. Жуырда алынған мұнай коксының алғашқы легі өңірдегі алюминий зауытына тасымалданды. Бұрын бұл өнім Қытайдан әкелінген болатын. Енді импорттық тауарды павлодарлық кәсіпорын алмастырмақ. Қазіргі күнге біз 1000 тонна Қазақ электролиз заводына жібердік. Олар қазір өздерінің испытанияларын өткізіп жатыр. Солары біткеннен кейін бізге өздерінің талаптарын қоятын болады. Содан кейін біз уже оларға өзіміздің күйдірілген коксты қоятын боламыз. Іске қосылған зауытта 300-ден астам жаңа жұмыс орны ашылды. Білікті мамандардың қатарында еліміздің үздік техникалық оқу орындарының түлектері баршылық. Зауыт қызметкерлерінің айтуынша, бүгінде Павлодарда шығарылған өнімге Қытай және Ресейдегі алюминий өндірушілері көз тігіп отыр. Жақын күндері шикізаттың 3000 тоннасы алдымен Ресейге экспортталады. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий. Қорытынды жаңалықтар Павлодардан.